Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге газет сайты жазған осы аптаның өзекті тақырыптарына шолуды бастаймын. Өткен сенбіде Дариға Назарбаева Сенат төрағасының орынтағын босатты. Дүйсенбіге дейін сарапшылар мен қарапайым халық кім келер деп болжамдарын айтып жатты. Хош, сонымен дүйсенбі таңы тағайындаудан тырнақша ішінде жаңа басшылардың билікке келуінен басталды. Әшімбаев Сенат төрағасы, Абаев бірінші орынбасар, Балаева ақпарат және қоғамдық даму министрі болды. Жаңа басшылар дегенде тырнақшаға алып айтқаным, аталған азаматтар бұған дейін саясат, билік мінберінен көрініп жүрген. Осыдан болса керек, жұрт ауыз түйістен гөрі орын алмасты деп жатты. Ең көп талқыланған жаңа Сенат төрағасы. Осы ретте тілшіміз саяси сарапшылардың кәсіби пікірін білді. Оны Мәулен Әшімбаев элиташілік тартыстардан тыс таза тұлға атты жазбадан оқи аласыз. Коронавирус келгенге дейінде теңгенің ахуалы не болады деген сұрақ күн тәртібінен түскен жоқ. Әлемдік пандемиядан кейін оның салмағы, маңыздылығы арта түсті. Қазақстандықтардың денін осы жайт алаңдатып жүргені рас. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев теңге бағамы тұрақтанады деді. Ол үшін құзырлы органдар валюта нарығындағы заңсыз әрекеттердің жолын кеседі. Алдағы уақытта ұлттық банк теңгенің еркін бағамы қағидатын ұстанып, үкіметпен бірлескен жұмысын жалғастыра береді. Нарықтық экономика жағдайында доллардың тапшылығын реттеу оңайға соқпайды. Оның үстіне шетел валютасы еліміздегі шикізаттың сыртқа сатылуынан түсетіні жасырын емес. Ерте ме кеш пе теңге бағамы тұрақтанады, бірақ оған сыртқы факторлар әсер етпей қоймайды, деді президент. Парламенттік оппозицияға қатысты заң жобасы талқыға түсіп жатыр. Ол мәжілістің жалпы отырысында қаралып, депутаттар мақұлдап та үлгерді. Бұл заң жобасы сарапшылардың көңілінен шыққан сыңайлы. Әйтеуір негізі тілші хабарласқан сарапшының дені оң бағасын беруде. Аталған нұсқа қабылданса, билік партиясының монополиясы азайып, оппозиция парламенттегі 7 комиссияның үшеуіне ықпал ете алады. Мұның өзі демократияға қарай бір қадам алға жылжу болмақ. Сарапшылардың пікірі сайтымыздағы парламент билігі жоқ оппозициямен бөліске түспек атты мақалада. Теледидардан, әлеуметтік желі мен көшедегі баннерлерден біз біргеміз деген сөзді бәлкім ұранды жиі көреміз. Осыған қатысты неге газет тілшісі Боғазақтың көбі қазір лепірме ұранның жетегінде жүр. Бірінің аузынан бірі қағып алғандай, біз біргеміз дейді жарыса. Мейлі ғой, бір болыңдар, бірге жүріп, бірге тұрыңдар. Бірақ өттерің жарылып кетсе де айтайын, сендердің бірге болғандарынан бізге келіп кетер дәнеңе жоқ. Өйткені біз біргеміз деп қыжыртпа жазыпты. Неге бірге дегені қызықтырса, біз бен біргенің ұқсастығы қызық болса, сайтымыздың саясат айдағына кіріп көріп оқыңыз. Төтенше жағдай кезіндегі төтенше жағдай дегенде де көрдік. Ел оңтүстігіндегі Мақтаарал ауданының ахуалы бәрімізді алаңдатып тастады. Өзбекстандық Сардоба су қоймасының бір бөгені жарылып, шекарадағы қазақ ауылдары су шайып кетті. Отандық бақтан хабар алып, жедел тарап жатқан әлеуметтік желідегі фото-видеоларды көріп жүрген шығарсыздар. Айтқым келгені, осындай кезеңде қазақ халқы жұдырықтай жұмылып, қазақстандықтар әлеуметтік гуманитарлық көмек жіберіп жатыр. Бизнесмендерде қарап қалған жоқ. Әлшер Усманов 5 миллион, Болат Өтемұратов 6 миллион ақш доллар көлемінде Мақтааралға көмек көрсеткенін сайтымыз жазды. Жалпы ел мен жаһандағы маңызды ақпараттар неге газеттің назарынан тыс қалмайды. Жұмадағы тағы бір маңызды ақпарат коронавирустың алдағы 6 айдағы ахуалы. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Марк Лоукок COVID-19 барлық елде тіркелді және әрбір адам одан зардап шекті, әрбір адамға әсер етті. Алдағы 6 айда дүние жүзіндегі кедей елдер оның зардабын қатты сезетін болады деп мәлімдепті.
Сенбідегі жағдай бойынша Қазақстанда вирус жұқтырғандар 5 мыңға, әлемде 4 миллионға жетіп қалды. Бір ғана коронавирус емес, түрлі жайттан келетін төтенше жағдайға сақ болайық, сақтанайық. Осымен бүгінгі шолуымыз тәмам. Құдай берген армандарымыз орындалсын.